Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі 2025 жылы салықтық берешектің шекті мөлшерін айқындайтын жаңа бұйрық қабылдады. Енді салық төлеушінің қарызы белгілі бір көлемнен асқанда оған қолданылатын шаралар нақты көрсетілген. Салықтық берешектің бағана шектік мөлшерін айқындау ол жерде енгізіліп отыр. Ол дегеніміз бағана 20 айлық есептік көрсеткіштен берешек асқан жағдайда, ол 20 айлық МРП деп айтсақ болады. 20 МРП-ден асқан жағдайда қолданылатын шаралар ол банк шоты мен касса шоты бойынша РПРО дейді, распоряжение бағана шектеу қою, банк шоты мен кассаға 45 мөлшерлік айлық есептік мөлшерден асқан жағдайда, ол 45 МРП-ден асқан жағдайда бағана мүлкіне шектеу қою, дебиторларын қарызды дебиторлар арқылы өндіру және мүлікті бағанағы сату арқылы өндіру. Одан кейін тағы ең бір жаңалық енгізіліп жатқан 27 мың айлық есептік көрсеткіштен асқан жағдайда, ол былайша теңгемен саққанда 100 миллионнан жоғары қарыз пайда болғанда, ол алдын болмаған бағанағы мекеменің бірінші басшыларына Қазақстан Республикасының аймағынан шығуға уақытша шектеу қою. Ол жаңадан енгізіліп отқан практика бізде, осы жаңа кодексте. Ол деген бұрын сот орындаушылар қоятын бағана выездке ограничение қояды, шетелге шығуға. Соны енді осы салық кодексіне енгізіп отыр. Енді салық органдары да бағана аса үлкен қарызы бар мекемелердің басшыларын, бірінші басшыларын бағана шетелге шығуға шектеу қоя алады. Егер салық берешегі 20 айлық есептік көрсеткіштен асса, кәсіпкердің банктік шоттары мен кассадағы шығыс операциялары тоқтатылады. Борыш көлемі 45 айлық есептік көрсеткіштен асқан жағдайда мүлікке билік ету шектеліп, дебиторлық қарыздан немесе мүлікті сатуды өндіріп алу шаралары қолданылады. Ал берешек 27 мың айлық есептік көрсеткішке жетсе, заңды тұлғаның басшысына немесе жеке кәсіпкерге елден шығуға уақытша тыйым салынады. Бұл өзгерістер салық тәртібін күшейтіп, берешекті уақытылы өтеуді қамтамасыз етуге бағытталған.